Жетімдер үйінің ескі темір қақпасы тарс жабылғанда, 22 жастағы Айманның жүрегі де бірге жабылғандай болды. Қолындағы 2 жасар ұлы соңғы рет мойнына асыла берген. «Анашым, кетпеші», деген бала тілі әлі күнге дейін оның құлағынан кетпейтін. Айман көз жасын сүртіп, баласының маңдайынан сүйді. «Мен сені тастамайым, құлыным. Уақытша ғана. Мен міндетті түрде алып кетем». Бірақ сол кезде оның барар жері жоқ еді. Туысқандары көмектеспеген, жалдамалы пәтерден қуылған, күндіз 2 жерде жұмыс істейтін, түнде жатақхананың тар бөлмесінде ұйықтайтын. Баланы асырауға шамасы келмеген соң, уақытша мемлекет қамқорлығына беруге мәжбүр болды. Айман сол күні жетімдер үйінен шыққан соң, көшенің шетінде ұзақ жылады. «Аз ғана уақыт, тек аз ғана уақыт керек. Ұяламын, жұмысымды реттеймін, сосын баламды алып кетемін». Ол өзіне осылай уәде берді. Арада 1,5 жыл өтті. Айман өмір үшін арпалысты. Таңғы 5-те тұрып, наубайханада жұмыс істеді. Кешке дейін дүкенде сатушы болды. Әр тиынды жинады. Ақыры шағын бір бөлмелі пәтер жалдады. Тұрақты жұмыс тапты. Қолына барлық қажетті құжаттарын жинады. Сол күні жұмыстан сұранып, жетімдер үйіне қуанып келді. Жүрегі кеудесіне сыймай тұр. Есіктен кірген бойда: «Ұлымды алып кетуге келдім», деді дірілдеген дауыспен. Қызметкер әйел бір сәт үнсіз қалды. Сосын компьютерге қарап отырып: «Сіз Айман Қасымова ма?» «Иә». Әйел ауыр күрсінді. «Өкінішке қарай кешік қалдыңыз». Айман түсінбей қалды. «Не дейсіз?» «Балаңыз 6 ай бұрын шетелдік отбасыға асырап берілген». Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Жоқ, құжаттары толық рәсімделген». «Жоқ, мүмкін емес». «Олар Америкадан келген отбасы». Айман орындыққа отыра кетті. Құлағы шымдап кетті. Көз алды тұманданды. «Баламды алып кеткен бе?» «Иә». «Қайда?» «Америка Құрама Штаттарына». Айман сол жерде еңіреп жылап жіберді. Ол ұлын қайтар балам деп келген. Ал тағдыр оның баласын мұхиттың ар жағына алып кетіпті. Сол уақытта Америкада бір отбасы жаңа өмір бастап жатқан еді. Техас штатында тұратын Майкл мен Сара Уилсон көп жылдан бері бала сүйе алмай жүрген. Бірнеше рет емделген, бірақ нәтиже болмаған. Содан кейін олар бала асырап алу туралы шешім қабылдады. Қазақстанға келгенде олардың көздері бірден қара шашты, үлкен қоңыр көзді кішкентай балаға түсті. Бала ешкімге жақындамайтын, бұрышта үнсіз отыратын. Бірақ Сара оның жанына барған кезде бала алғаш рет жымиған. Сол сәтте әйелдің көзіне жас келді. «Майкл, меніңше бұл біздің ұлымыз». Майкл да басын изеді. «Иә, дәл өзі». Олар баланың есімін өзгертпейік деп ойлаған. Бірақ құжат рәсімдеу кезінде Жанболат есімі америкалықтарға айту қиын болғандықтан, күнделікті өмірде оны Джон деп атай бастады. Осылайша қазақтың кішкентай баласы жаңа өмірге аттанды. Ұшақ көкке көтерілгенде Джон терезеден төменге ұзақ қарады. Ол ештеңені түсінбейтін, тек бір нәрсені сезді. Бір жерде өзін дүниеге әкелген анасы қалып бара жатқанын. Ал мыңдаған шақырым жерде оны мүлде басқа тағдыр күтіп тұрған. Уақыт зымырап өте берді. Қазақстаннан келген кішкентай бала Америкадағы жаңа өміріне біртіндеп үйрене бастады. Алғашқы жылдары Джон кейде түнде оянып кететін, түсінде бір әйелді көретін, бірақ жүзін анық есіне түсіре алмайтын, тек жылы құшағын ғана сезетін. Сара оның төсебінің жанына келіп: «Қорықпа балам, біз қасындамыз» деп маңдайынан сипайтын. Джон біртіндеп өзін қауіпсіз сезіне бастады. Майкл мен Сара оны ешқашан бөтен бала ретінде көрген жоқ. Керісінше, өмірлерінің ең үлкен сыйындай қабылдады. Джон 5 жасқа толғанда мұғалімдері оның ерекше қабілетін байқады. Ол әріптерді құрдастарынан әлдеқайда ерте таныған. Кітаптарды қызығып оқитын, күрделі сұрақтар қоятын. Бір күні мұғалімі Сараны мектепке шақырды. «Ұлыңыз өте зерек бала». «Рас па?» деп күлімсіреді Сара. «Иә, оның есте сақтау қабілеті ерекше. Кейбір тапсырмаларды 10 жастағы балалардың деңгейінде орындайды». Сара мақтанышпен үйіне қайтты. Сол күні кешке Майклға бәрін айтып берді. «Мен саған айттым ғой», деп күлді Майкл.
Біздің Джон ерекше бала. Джон мұны естігенде, мен үлкен болғанда ғалым боламын деді, сенімді түрде. Неге ғалым? Деп сұрады әкесі. Барлық нәрсені білгім келеді. Майкл күліп жіберді. Онда саған көп оқу керек болады. Оқимын. Сол жылы олардың отбасында тағы бір үлкен жаңалық болды. Сара жүктеді. Джон анасының ішін сипап отырып, мұнда кім бар? Деп сұрайтын. Сенің бауырың бар. Ұл ма? Білмейміз әлі. Джон күн сайын күтіп жүрді. Ақыры көттен күткен күн келді. Майкл таңертең ерте ауруханаға Сараны алып кетті. Джон көрші әжейдің үйінде қалды. Кешке қарай Майкл қуанып келді. Көзі бақыттан жарқырап тұр. Джон, не болды? Сен аға болдың. Шынымен бе? Иә. Ұл ма? Жоқ. Қыз ба? Екі қыз. Джон аң-таң болып қалды. Қалай екі қыз? Егіздер. Сол күні кешке ол алғаш рет кішкентай қарындастарын көрді. Бірінің есімі Эмма болды. Екіншісінің есімі София болды. Екеуі де титтей ғана. Джон олардың қасына жақындап. Бұлар сондай кішкентай екен деді тамырқап. Сара күліп, сен де осындай болғансың. Мен бе? Әрине. Джон егіздерге ұзақ қарап тұрды, сосын ақырын ғана. Мен оларды қорғаймын деді. Сараның көзіне жас келді. Ол Джонды құшақтап алды. Сен өте жақсы аға боласың. Жылдар өте берді. Джон айтқан сөзінде тұрды. Қарындастары жыласа жұбататын, сабақтарын үйрететін, серуенге бірге шығатын, мектепте біреу тисе қалса, араша түсетін. Эмма мен София үшін Джон ең жақсы аға болды. Ал Майкл мен Сара үшін ол нағыз ұл еді. Бірақ олар Джонға бір нәрсені ешқашан жасырмады. Бір күні кешкі ас үстінде Сара ұлына: Джон, сенің туған жерің Қазақстан екенін білесің ғой деді. Иә, біз сені өте жақсы көреміз, бірақ сен біздің қосағымыздан туған жоқсың. Мен білемін. Егер бір күні туған анан туралы білгің келсе, біз саған көмектесеміз. Джон үнсіз қалды, сосын басын изеді. Бір күні міндетті түрде іздеймін. Неге? Себебі ол мені дүниеге әкелген адам. Сара оның қолынан ұстап: біз сені қолдаймыз. Сол түні Джон алғаш рет компьютерден Қазақстан туралы бейнелер көрді. Шексіз дала, домбыра үні, қазақша сөйлеген адамдар. Ол экранға ұзақ қарап отырды. Өзінің қайдан шыққанын түсінгісі келді. Сол түні кішкентай Джон жүрегінде үлкен мақсат қойды. Мен өскенде Қазақстанға барамын, өз анамды табам. Ол кезде оның бұл арманы бүкіл өмірін өзгертетін әлі білмейтін еді. Джон 10 жасқа толғанда көп балалар сияқты ойыншыққа, компьютерлік ойындарға ғана қызыққан жоқ. Оның ішінде ешкім байқамайтын бір сұрақ өмір сүріп жатты. Мен кіммін? Бұл сұрақ оны күн сайын мазалай бастады. Мектептен келген соң ол кітапханаға кіріп, Қазақстан туралы материалдар іздейтін. Картадан қайта-қайта қарайтын. Қазақстанның қай жерде орналасқанын жаттап алды. Астанасын білді. Ірі қалаларын білді. Тіпті кейбір өзендер мен тауларында жатқа айтып жүрді. Бір күні Сара оның бөлмесіне кірсе, қабырғада Қазақстанның үлкен картасы ілулі тұр екен. Бұл не? Деп жымиды. Менің елім. Сара үнсіз қалды. Ол Джонның туған жеріне деген сағынышы жылдан жылға күшейіп келе жатқанын байқап жүреді. Сол жылы Джон интернеттен қазақ тілін үйренетін сайт тауып алды. Бастапқыда бәрі қиын көрінді. Әсіресе қазақтың ә, ө, үн, қ әріптері. Ол қайта-қайта қайталайтын. Бір сөзді кейде 10 рет айтатын. Бір күні Майкл оның бөлмесінің сыртынан өтіп бара жатып: «Сәлеметсіз бе? Қалайсыз?» деген дауысты естіді. Есікті ашып қараса, Джон айна алдында қазақша сөйлеп тұр екен. «Балан, не істеп жатырсың?» «Қазақша үйреніп жатырмын». «Қиын емес пе?» «Қиын». «Онда неге үйреніп жүрсің?» Джон ойланып қалды. «Бір күні анамды тапсам, онымен өз тілінде сөйлескім келеді». Майклдың жүрегі елжіреп кетті. Ол оның иығынан құшақтады. «Сен жақсы боласың, Джон». Көп ұзамай Джон қазақ тілін үйренуге шындап кірісті. Аптасына 3 рет онлайн сабақ алды. Қазақ әндерін тыңдады, қазақша мультфильмдер көрді. Алғашқы сөздері: «Сәлем», «Рахмет», «Қалайсың?» «Менің атым Джон». Бір жылдан кейін ол қарапайым сөйлемдер құрай бастады. Ал 12 жасқа келгенде қазақша еркін оқи алатын болды. Мектепте де Джон ерекше оқушы саналды.
Математикадан үнемі бірінші орын алатын, ғылым жобаларынан жеңімпаз болатын. Мұғалімдері оны университет бағдарламаларына ерте қатыстыруды ұсынды, бірақ Джонның мақсаты басқа еді. Ол ақшаша жинай бастады. Туған күнге берілген ақшаны жұмсамайтын, жарыстардан алған сыйақыларын жинайтын. Банк картасында аздап қаражат көбейіп келе жатты. Бір күні София сырдады. «Аға, сен неге ақшаңды жұмсамайсың?» «Маған керек болады». «Неге?» «Бір күні Қазақстанға барамын». Эмма күлді. «Сонда бізді тастап кетесің де?» Джон қарындасын құшақтап алды. «Ешқашан». «Онда не үшін барасың?» «Бір адамды табу үшін». Қыздар кім екенін жақсы білетін. Өйткені бұл туралы үйде ашық айтылатын. «Сен туған анаңды айтасың ба?» «Иә». Сол кезде Қазақстанда Айман да өмір сүріп жатты. Жасы 40-қа таяп қалған. Шашына ақ кірген, бетіне әжім түскен, бірақ жүрегіндегі жара жазылмаған еді. Ол ұлын жоғалтқан күнді бір күнде ұмытқан жоқ. Жыл сайын туған күні келгенде торт сатып алатын. Үстелге бір ғана шам қоятын. Сосын суреті де жоқ баласына қарап отырғандай болып, «Туған күніңмен, құлыным. Қай жерде жүрсең де аман бол, бақытты болшы», деп көз жасын сүртетін. Ол баласының тірі екенін білетін, бірақ қай қалада, қай штатта, қандай отбасында өсіп жатқанын білмейтін. Ал Джон 13 жасқа толғанда күтпеген жағдай болды. Сара бір кеште шкафтан ескі құжаттарды алып шықты. «Джон, біз сенімен маңызды нәрсе туралы сөйлессек деп едік». Джон бірден байыппен отырды. Майкл да жанында еді. Сара қолындағы сарғайған қағаздарды үстелге қойды. «Бұлар сенің Қазақстаннан келген кездегі құжаттарым». Джонның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бұрын мұндай құжаттарды көрмеген. Қолдары дірілдей бастады. Қағаздардың арасында туған күні жазылған анықтама бар еді. Және тағы бір қағаз. Сол қағазда қазақша жазылған бірнеше жол болатын. Джон көзін сығырайтып оқуға тырысты. Бір сөзді анық көрді. Анасы Айман Қасымова. Ол қатып қалды. Өмірінде бірінші рет туған анасының есімін көріп тіреді. Жүрегі бұрын соңды болмаған күшпен соға бастады. Джон үстел үстіндегі қағазға ұзақ қарап отырды. Көз алдындағы жазу қайта-қайта бұлыңғырланып кетеді. Ол бірнеше секунд ештеңе айта алмады. Кек бір есімге қадалып қалған. Айман Қасымова. Осы уақытқа дейін ол туған анасы туралы тек ойлайтын. Бар екенін білетін, бірақ нақты кім екенін білмейтін. Ал қазір алғаш рет оның аты жөнін көріп отыр. Жүрегі ерекше сезімге толды. Қуаныш па, сағыныш па, өкініш пе, өзі де түсінбеді. «Бұл шынымен менің анамның аты ма?» деді ақырын. Сара басын изеді. «Иә балам, сіздер бұрын неге айтпадыңыздар? Сен есейгенде өзің шешсін дедік». Майкл оның жанына келіп отырды. «Біз ешқашан шындықты жасырғымыз келген жоқ. Бірақ қорықтық». «Неден?» «Бір күні бізден кетіп қаласың ба?» деп. Джон әкесіне қарады. Көзінде жас пайда болды. «Мен сендерді ешқашан тастамаймын». Сара орнынан тұрып келіп ұлын құшақтады. «Біз соны білеміз». Сол күннен кейін Джонның өмірі өзгерді. Ол бұрынғыдан да көп іздене бастады. Қазақ тілін жетілдірді. Қазақстан тарихын оқыды. Тіпті мектепте «Менің түп тамырым» деген жоба жасағанда бүкіл сыныпқа Қазақстан туралы презентация өткізді. Слайдтардың бірінде қазақтың кең даласы тұрды. Екінші суретте домбыра, үшіншісінде киіз үй, ал соңғысында бір ғана сөйлем жазылған еді. «Мен туған анамды іздеп жүрмін». Сыныпта үнсіздік орнады. Мұғалімнің өзі көзіне жас алды. Жылдар өте берді. Джон 15-ке келді, 16-ға келді, 17-ге келді. Ол мектептің үздік оқушысы атанды. Ғылыми жобалардан бірнеше мәрте жеңіске жетті. Университеттерден шақырулар келе бастады. Бірақ оның ішіндегі бос орын әлі толмаған еді. Кейде кешке бөлмесінде отырып, «Анашым, қазір қайда жүрсіз екен?» деп сыбырлайтын. Бір күні ол интернет арқылы Қазақстандағы балаларды асырап алу туралы ақпараттарды зерттей бастады. Сол кезде бір мақаланы оқып отырып көз тоқтатты. Мақалада былай жазылыпты: көптеген аналар уақытша қиындыққа байланысты балаларын балалар үйіне тапсырып, кейін қайта алуға үлгермей қалады. Джон ұзақ ойланды. Сол түні ұйықтай алмады. Таңертең Сараға келді. «Анашым». «Иә балам, бір сұрақ қояйыншы?» «Қой, егер мені туған анам тастамаған болса ше?» Сара үнсіз қалды.
Неге олай ойладың? Мүмкін оның жағдайы болмаған шығар. Мүмкін ол мені іздеген шығарыр. Ол да мүмкін. Джон терезеге қарады. Сонда 20 жыл бойы мені сағынған шығар. Сараның көзіне жас келді. Мұны ешкім білмейді, балам. Сол күні кешке Майкл ескі папканы қайта алып шықты. Оның ішінде бұрын көрсетілмеген тағы бірнеше құжат бар еді. Джон, бұларды бізде жақында ғана толық аударттық. Не құжаттар? Сен туралы. Джон папканы ашты. Онда балалар үйінің құжаттары сақталған екен. Бір параққа көзі түскенде жүрегі тоқтап қала жаздады. Қазақша мәтіннің астында ағылшынша аудармасы жазылып тұр. Баланың анасы тұрғын үй жағдайын жақсартқан соң қайтарып алуға ниетті. Джон орнынан тұрып кетті. Не? Қайта оқыды. Тағы оқыды. Қателескен жоқ. Анасы оны бір жола тастап кетпеген, қайта алып кетуге ниет білдірген. Джонның көзінен жас ағып кетті. Өмір бойы көкейінде жүрген сұрақтың жауабы табылғандай болды. Ол мені тастамаған. Ол мені тастамаған екен. Майкл үнсіз ғана ұлының иығына қолын қойды. Ал Джон алғаш рет туған амасына реніш емес, мейірім сезінді. Сол түні ол күнделігінің соңғы бетіне бір сөйлем жазды. Мен міндетті түрде Қазақстанға барамын. Анам мені күтіп жүрген болса, мен оны табамын. Бірақ ол кезде Джонды Қазақстанда күтпеген бір шындық күтіп тұрғанын әлі білмейтін еді. Уақыт өзен секілді ағып жатты. Джон мектепті үздік бітірді. Содан кейін университетке түсті. Компьютерлік инженерия мамандығын таңдады. Оқу оған қиын болған жоқ. Керісінше, жаңа нәрсе үйренген сайын қызығушылығы арта түсті. Университетте жүріп түрлі жобаларға қатысты. Жасанды интеллект саласында зерттеулер жүргізді. Бірнеше компания оған студент кезінде-ақ жұмыс ұсынды. 20 жасқа келгенде Джон өз қатарластарынан әлдеқайда табысты жас жігітке айналды. Бірақ жетістіктерінің бәріне қарамастан, жүрегіндегі бір арман өзгермеді. Қазақстан, айман, туған ауыл, туған топырақ. 20 жасқа толған туған күнінде үйге барлық отбасы жиналды. Эмма мен София 15 жастағы бойжеткендер болып өскен. Екеуі де ағасын ерекше жақсы көретін. Торттың үстінде 20 шам жанып тұрды. Барлығы ән айтып болған соң, Сара орнынан тұрды. Қолында кішкентай ғана қорап бар. Бұл біздің сыйлығымыз, балам. Не екен? Ашып көр. Джон қорапты ашты. Ішінде ұшақ билеті жатты. Алғашында түсінбей қалды. Сосын билеттің бағытына көзі түсті. Даллас, Алматы. Джонның жүрегі дүрсілдеп кетті. Қазақстан? Майкл жымиды. Иә, бұл сенің арманың ғой. Сара көз жасын сүртті. 20 жыл күттім. Енді баруыңа болады. Бөлме іші үнсіз қалды. Джон сөйлей алмай қалды. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Терезенің алдында отырып, Қазақстан картасына қарады. Ол бала күннен бері дәл осы сәтті армандаған. Енді арманы шындыққа айналмақ. Бірақ қуанышпен бірге қорқыныш та келді. Егер анам тірі болмаса ше? Егер мені көргісі келмесе ше? Егер басқа отбасы құрған болса ше? Сұрақтар көбейе берді. Бірнеше күннен кейін отбасы әуежайға бірге барды. Эмма ағасын құшақтап. Бізді ұмытып кетпе. Есіңге болсын, сенің 2 қарындасың бар. София көз жасын тия алмады. Анамды тапсан, суретін жібересің бе? Джон күліп басын изеді. Әрине. Майкл ұлын құшақтап тұрып, не болса да есінде болсын. Сен біздің ұлымызсың. Әрқашан. Джонның көзіне жас келді. Рахмет, әке. Ұшақ аспанға көтерілгенде ол терезеге қарап отырды. 20 жыл бұрын дәл осындай ұшақпен Қазақстаннан кеткен. Бірақ ол кезде ештеңе түсінбейтін 2 жасар бала еді. Ал қазір өз тамырын іздеп бара жатқан 20 жастағы жігіт. Бірнеше сағаттан кейін ұшақ Алматыға қонды. Джон терезеден тауларды көргенде жүрегі ерекше толқыды. Қазақстан. Ол осы сөзді қазақша айтты. Алғаш рет туған жеріне аяқ басқалы тұр. Әуежайдан шыққанда маусымның жылы самалы бетіне тиді. Айналадағы адамдар қазақша сөйлеп жатыр. Көптеген сөздерді түсінеді. Өйткені 10 жыл бойы үйренген еді. Бірақ бәрібір ерекше сезім. Өзін бөтен де емес, толық өз адамда емес сияқты сезінді. Келесі күні ол құжаттардағы мәліметтермен жұмыс істей бастады. Балалар үйінің атауы сақталған. Бірақ 20 жыл ішінде көп нәрсе өзгерген. Кейбір мекемелер жабылған, құжаттар архивке кеткен. Дегенмен Джон берілмеді.
Бір апта бойы әртүрлі мекемелерге барды. Аудармашы қажет болмады. Қазақша сөйлеп жүрді. Көпшілік оның қазақ екенін бірден байқамайтын. Кейде «Сіз шетелден келдіңіз бе?» деп сұрайтын. «Иә, Америкадан». «Қазақша жақсы сөйлейді екенсіз?» «Үйрендім». Бір күні архив қызметкері оған сарғайған бір папканы әкелді. «Біз таптық». Джонның қолы дірілдей бастады. Папканың ішінде ескі құжаттар болды. Солардың арасында бір мекенжай жазылған қағаз жатыр екен. Қасында тағы бір жазу. Анасы Айман Қасымова, туған жері Қарасай ауылы. Джон қағазға ұзақ қарады. Міне, 20 жыл бойы іздеген жолдың алғашқы ізі табылды. Туған анасының ауылы, туған жері. Ол ертең сол ауылға жолға шығуды шешті. Бірақ Джон ауылға жеткенде, оны бүкіл өмірін өзгертетін күтпеген кездесу күтіп тұрғанын әлі білмейтін еді. Ертеңіне таңертең Джон жолға шықты. Алматыдан шыққан көлік біртіндеп қаладан алыстап, кең далаға қарай бет алды. Терезеден сыртқа қарап отырған Джонның жүрегі ерекше толқып тұрды. 20 жыл бойы қиялында жүрген жерлерді өз көзімен көріп келеді. Сары дала, жасыл белестер, жол жиегіндегі ауылдар, көкжиекке дейін созылған кеңдік. Ол бұрын мұндай көріністі тек суреттерден ғана көретін. Түске таман көлік Қарасай ауылына кірді. Ауыл шағын екен. Көшелерінде балалар ойнап жүр. Бір жерде қой жайылып жатыр. Бір жерде әжелер орындықта әңгімелесіп отыр. Джон көліктен түскенде жүрегі қатты соғып кетті. Осы жерде анасы өмір сүрген. Мүмкін дәл осы көшелермен жүрген. Мүмкін дәл осы дүкеннен нан алған. Мүмкін дәл осы жолмен жұмысқа барған. Алдымен ауыл әкімдігіне барды. Өзін таныстырды. Құжаттарын көрсетті. Қызметкерлер де таңғалды. Америкадан туған анасын іздеп келген қазақ жігіт күнде келе бермейді. Жасы үлкендеу әйел құжаттарды қарап отырып, «Айман Қасымова дейсіз бе?» «Иә, есімде бар сияқты». Джон орнынан қозғалақтап кетті. «Шынымен бе?» «Бірақ көп жыл болды ғой». Әйел ойланып қалды. Сосын архив дәптерлерін ақтара бастады. Бірнеше минуттан кейін ауыр күрсінді. «Өкінішке қарай, бұл мекенжайда ол қазір тұрмайды». «Қайда кеткен?» «Білмейміз». «Қашан көшкен?» «Шамамен 12-13 жыл бұрын». Джон үнсіз қалды. Жүрегі суып кеткендей болды. Содан кейін ол ауылдағы көршілерді іздей бастады. Кейбіреулер есіне түсірді. Айман жақсы әйел еді. Көп жұмыс істейтін. Баласын іздеп жүретін еді байғұс. Осы сөзді естіген сайын Джонның жүрегі шымырлай түсті. Бір қария. Әлі есінде, баласын Америкаға алып кеткенде қатты жылаған. Күнде айтып отыратын. Бір күні тауып алам деп. Джон үнсіз тыңдап тұрды. Көзінен жас шап кетті. Өйткені бұл сөздер оның анасы оны ұмытпағанын дәлелдеп тұрғандай еді. Кешке қарай ауыл шетіндегі ескі үйге келді. Айман бір кезде осы үйде тұрған екен. Қазір үйде басқа адамдар тұрады. Дегенмен аулаға қарап ұзақ тұрды. Жел ақырын соғып тұр. Алма ағаштары жайғалып өсіп кеткен. Мүмкін осы ағаштарда анасы отырғызған шығар. Мүмкін осы жерде отырып, оны еске алған шығар. Сол кезде көрші үйден жасы 70-те шамасындағы әже шығып келді. «Балам, кімді іздеп жүрсің?» «Айман Қасымованы». Әже бірден тоқтап қалды. «Сен кім боласың?» «Мен...» Джонның даусы дірілдеп кетті. «Мен оның ұлымын». Әженің көзі шарасынан шықты. «Жанболат?» Джон селк ете қалды. Өмірінде алғаш рет біреу оны осы есіммен атады. «Иә». Әже екі қолмен бетін басты. «Япыр-ай, сен шынымен тірі екенсің ғой». Айман байғұс осы күнді қанша күтті. Жарты сағаттан кейін олар әженің үйінде шай ішіп отырды. Әженің аты Гүлнәр екен. Айманның бұрынғы көршісі әрі жақын құрбысы болған. «Соңғы рет анамды қашан көрдіңіз?» «6 жыл бұрын». «Сонша уақыт бұрын ба?» «Иә». «Қайда кетті?» «Алматыға көшкен». «Нақты қай жерге?» «Білмейін». «Телефоны жоқ па?» Гүлнәр әже күрсінді. «Бұрын болған. Кейін жоғалттым». Джонның көңілі қайта түсіп кетті. Іздеген ізі тағы үзілгендей болды.
Бірақ кетер алдында Гүлнар әже кенет бір нәрсені есіне түсірді. Тоқташы. Ол ескі сандықтың ішінен сарғайған дәптер алып шықты. Қарақтарын ақтарып отырып. Міне. Не бұл? Айманның қолымен жазған мекен-жайы. Джон қағазды қолына алды. Бірақ ол да ескі екен. 15 жыл бұрынғы мекен-жай. Алматыдағы бір жатақхана. Мүмкін ол жерде жоқ шығар. Иә, бірақ басқа із жоқ. Джон қағазды мұқият бүктеп қалтасына салды. Бұл оның қолындағы жалғыз жіп еді. Сол түні қонақ үйге келген соң ұйықтай алмады. Терезеден ауылдың шамдары көрініп тұрды. Жүрегінде екі сезім арпалысып жатты. Бірі үміт, бірі қорқыныш. Анам тірі ме? Мен әлі есіне ала ма? Мені көрсе, тани ма? Осы сұрақтармен таңды әрең атырды. Ал ертеңінде ол Алматыға қайта оралып, ескі жатақханадан анасының жаңа ізін іздеуге кірісті. Бірақ оны күтіп тұрған жаңалық тіпті күтпеген еді. Алматыда өткен бірнеше күн Джон үшін бірнеше жылдай көрінді. Ол ескі жатақхананы тапты. Бірақ Айман ол жерден әлде қашан көшіп кеткен екен. Кейін тұрғындарды сұрастырды. Ескі құжаттарды қарады. Тіпті әлеуметтік желілер арқылы іздеу жариялады. Үміт үзілер шақта күтпеген хабар келді. Жатақхананың бұрынғы күзетшісі бір әйелдің қазіргі мекен-жайын білетін болып шықты. Келесі күні Джон көрсетілген мекен-жайға келді. Алматының шет жағындағы шағын ғана үй, ескі қоршау. Алдында гүлдер өсіп тұр. Аула тап-таза. Джон қақпа алдында ұзақ тұрды. Жүрегі бұрын соңды мұндай қатты соқпаған шығар. Қолын көтеріп қақпаны қақты. Бірнеше секундтан кейін есік ашылды. Алдынан 50-ге таяған әйел шықты. Шашының арасында ақтары көрінеді. Жүзі жылы, бірақ шаршаңқы. Әйел алғашында таңырқап қарады. Кімді іздеп едіңіз? Джон үнсіз қалды. Тамағына бір нәрсе кептеліп құрғандай болды. Сіз Айман Қасымова боласыз ба? Әйелдің жүзі өзгеріп кетті. Иә, менің атым Джон. Айман түсінбей қарады. Кешіріңіз, мен бұрынғы атым Жанболат. Әйелдің қолындағы кесе жерге түсіп кетті. Шарт сынған дыбыс шықты. Айман қатып қалды. Көздері үлкейіп кетті. Жоқ. Иә. Жоқ. Анашым. Осы сөзді естігенде Айман екі қолымен аузын басты. Көзінен жас сорғалап ақты. Жанболат. Анашым. Екеуі бір-біріне қарай ұмтылды. 20 жыл бойы көрмеген ана мен бала аулада құшақтасып тұрып жылады. Екеуі де сөйлей алмады, тек жылады. Жылдар бойы жиналған сағыныш көз жасымен бірге төгіліп жатты. Бір сағаттан кейін олар үй ішінде отырды. Үстел үстінде шай тұр. Бірақ екеуінің де тамақ ішуге шамасы жоқ. Айман қайта-қайта ұлына қарай береді. Бетін сипайды. Көзін сүртеді. Сенер-сенбесін білмейді. Шынымен сенсің бе? Иә, анашым. Қандай үлкен болып кеткенсің. Мен сізді өмір бойы іздедім. Айман жылап жіберді. Мен де бір күнде ұмытқан жоқпын. Біраздан кейін Джон көптен бері көкейінде жүрген сұрақты қойды. Анашым? Иә, балам. Неге мені балалар үйіне бердіңіз? Айман ұзақ үнсіз отырды. Сосын терең күрсінді. Сен шындықты білуге тиіссің. Мен 19 жасында бір жігітті сүйдім. Оның аты Ерлан болатын. Мен оны қатты жақсы көрдім. Үйленеміз деп ойладым. Айманның көзіне жас келді. Бір күні аяғым ауыр екенін білдім. Қуанып барып айттым. Бірақ ол қашып кетті. Не? Иә. Телефонын өшірді. Жұмысынан кетті. Ізімнен жоғалды. Джон үнсіз тыңдап отырды. Үйдегілер де қолдамады. Әкем қатал адам болатын. Анам да намысқа қатты қарайтын. Бәрін білген соң мені үйден қуып шықты. Жалғыз қалдым. Жұмыс істедім. Әр жерде пәтер жалдап жүрдім. Сосын сен дүниеге келдің. Айман ұлыма қарап күлімсіреп қойды. Сен өмірімдегі жалғыз жарық едің. Бірақ жағдайым өте қиын болды. Кей күндері өзім аш жүретінмін. Саған сүт алуға ақша таппай қалатынмын. Джонның көзіне жас келді. Содан кейін ең ауыр шешімді қабылдадым. Сені уақытша балалар үйіне тапсырдым.
Тек уақытша. Өмірімді түзеп алам деп ойладым. Үй жалдадым. Жұмысымды реттедім. Ақша жинадым. 1,5 жылдан кейін сені алып кетуге бардым. Айман осы жерге келгенде жылап жіберді. Бірақ кеш қалыппын. Олар сені Америкаға жіберіп қойытты. Сол күні менің өмірім тоқтап қалғандай болды. Сен кеткен соң өзімді кешіре алмадым. Күнде жыладым. Жыл сайын туған күнімді атап өттім. Қай жерде жүр екен деп ойладым. Бір күні келер деп күттім. Айман ұлының қолын қысып ұстап отырды. Бірақ сен келдің. Расымен келдің. Джон да көз жасын тыя алмады. Өмір бойы көкейінде жүрген ауыр сұрақтың жауабын алды. Анасы оны тастамаған. Анасы одан бас тартпаған. Тек тағдыр екеуін екі құрлыққа бөліп жіберген. Анашым. Иә балам. Мен сізге ренжімеймін. Айман еңіреп жылап жіберді. Рахмет. Мен сізді жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін, құлыным. 20 жылдық сағыныш сол күні алғаш рет азайғандай болды. Бірақ Джонды алда тағы бір маңызды сұрақ күтіп тұр еді. Ол әлі өз әкесінің кім екенін білмейтін. Джон анасымен бірнеше күн бірге өткізді. 20 жыл бойы айтылмай қалған әңгімелер біртіндеп айтылып жатты. Айман да, Джон да бір-бірінің өміріндегі жоғалған жылдарды толтырғысы келетін. Бір күні кешке аулада шай ішіп отырғанда Джон байқап қалған нәрсесін сұрады. Үйдің ішінде ешқандай ер адамның суреті жоқ. Отбасылық фотолар жоқ. Балалардың суреті жоқ. Тек ескі альбомдар мен жалғыз адамның өмірін еске түсіретін заттар ғана бар. Анашым. Иә балам. Сіз кейін тұрмысқа шықтыңыз ба? Айман үнсіз қалды. Кесе ішіндегі шайға ұзақ қарап отырды. Сосын басын баяу шайқады. Жоқ. Неге? Айман мұңайып күлімсіреді. Қолымнан келмеді. Біреуді сүймедіңіз бе? Жоқ емес. Ұсынған адамдар болды. Тіпті жақсы азаматтар да кездесті. Бірақ менің жүрегім дайын болмады. Сен кеткеннен кейін менің өмірім екіге бөлінді. Бірі сен бар кез. Екіншісі сен кеткеннен кейінгі уақыт. Мен өзімді кешіре алмадым. Күн сайын өзімді кінәладым. Егер тағы бір ай ертерек барғанымда ше? Егер көбірек ақша тапқанда ше? Егер басқа жұмыс іздегенімде ше? Осындай сұрақтармен өмір сүрдім. Айман көз жасым сүртті. Кейде түнде ұйықтай алмайтынмын. Балам, қазір қайда екен деп ойлайтынмын. Тамағы тоқ па екен? Ауырып қалмады ма екен? Мені ұмытып кетті ме екен? Джон үнсіз тыңдап отырды. Жүрегі ауырып кетті. Өйткені ол Америкада бақытты өмір сүріп жатқанда, анасы өзін кешіре алмай өмір сүріпті. Бір адаммен танысқанмын. Аты Мұрат еді. Жақсы адам болатын. Маған үйленгісі келді. Бірақ мен келіспедім. Неге? Өйткені мен өзімді бақытқа лайық емеспін деп ойладым. Джон анасына таңырқай қарады. Неге олай ойладыңыз? Айман ауыр күрсінді. Себебі мен өз баламды сақтай алмадым деп ойладым. Өмір бойы солай ойладым. Айман орнынан тұрып үйге кіріп кетті. Біраздан кейін ескі қорап көтеріп шықты. Қораптың шеттері тозып кеткен. Мынаны саған көрсеткім келеді. Ол қорапты ашты. Ішінде кішкентай балалардың киімдері жатыр. Тозған ойыншық аю, ескі суреттер, балалар бөтелкесі. Джон аң-таң болып қарады. Бұларды әлі сақтап жүрсіз бе? Айман басын изеді. Бұлар сенікі. Мен ештеңесін тастаған жоқпын. Неге? Өйткені бір күні келеді деп сендім. Джон көз жасын жасыра алмады. Қораптың түбінде кішкентай көк дәптер жатыр екен. Айман оны қолына алды. Мұны 20 жыл бойы жаздым. Не бұл? Саған жазған хаттарым. Джон тамырқап қалды. Хаттар ма? Иә. Бірақ жіберетін жерімді білмедім. Айман дәптерді ашты. Алғашқы бетінде 20 жыл бұрынғы жазу тұр. Сәлем құлыным. Бүгін сен 3 жасқа толдым. Келесі бет. Бүгін 4 жасқа толдым. Тағы бір бет. 5 жасқа толдым. Жыл сайын. Бірде-бір жыл қалмаған. Айман 20 жыл бойы ұлына хат жазып берген. Тек оны оқитын адам болмаған. Джон хаттарды оқып отырып жылады. Онда бір ғана нәрсе қайталана береді. Кешір мені, балам. Мен сені жақсы көрем. Бір күні кездесеміз деп үміттенемін. Сені ешқашан тастаған жоқпын. Сол сөздер қайта-қайта жазылған.
Күн бата бастағанда Джон анасының қолын ұстады. Анашым, иә балам, енді өзіңізді кінәламаңыз. Айман үнсіз қалды. Мен аман өстім. Жақсы адамдардың қолында болдым. Маған жақсы тәрбие берді. 2 қарындасым бар. Мамандығым бар. Өмірім жақсы өтті. Сондықтан өзімізді кешіріңіз. Айманның көзінен жас тағы ақты. Мен тырысамын балам. Жоқ, уәде беріңіз. Өзімізді енді жазаламаңыз. Айман ұлының бетін сипады. Уәде беремін. Бірақ дәл сол сәтте Джонның ойында тағы бір жоспар пайда болды. Ол анасын Америкадағы отбасымен таныстырғысы келді. Оны өз өмірінің қалған бөлігіне кіргізгісі келді. Ал бұл кездесу олардың бәрінің тағдырын өзгертуі мүмкін еді. Джон Қазақстанда 1 айға жоқ болды. Осы уақыт ішінде анасымен бірге өткізбеген 20 жылдың орнын толтыруға тырысты. Күн сайын сөйлесті, күн сайын естеліктермен бөлісті. Бір-біріне үйрене бастады. Бірақ Джон бір нәрсені байқап жүрді. Айман жалғыз еді. Өте жалғыз. Жұмыстан келеді. Үйде өзі ғана. Кешке өзі ғана шай ішеді. Мерекелерде өзі ғана отырады. Тіпті туған күндерінде жалғыз қарсы алған. 20 жыл бойы. Бір күні Джон ауылда отырып, анашым, сізді бұл жерде не ұстап тұр? Деп сұрады. Айман ойланып қалды. Не дегенің? Қазақстанда. Жұмысымыз бар, үйіміз бар, бірақ сіздің жақын адамыңыз жоқ қой? Айман үнсіз қалды. Өйткені бұл шындық еді. Әкесі мен анасы әлдеқашан қайтыс болған. Бауыр жоқ, туысқандармен араласпайды. Жақын құрбылары басқа қалаларға көшіп кеткен. Мен сен туғаннан кейін өмір сүрген жоқпын балам. Кек күн өткіздім. Сен келер деп күттім. Енді келдім. Джон күлімсіреп анасына қарады. Онда менімен бірге Америкаға жүрміз. Айман бірден жауап бере алмады. Америкаға ма? Иә. Мен бе? Әрине. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Сенің өмірің бар, отбасың бар. Мен артық адам болып қаламын. Джон күліп жіберді. Сіз қалай артық адам боласыз? Сіз менің анамсыз ғой. Сол күні кешке Джон бейне қоңырау жасады. Экранда Майкл, Сара, Эмма және София пайда болды. Айман алғашында қатты толқыды. Өйткені бұл адамдар оның ұлын өсірген жандар еді. 20 жыл бойы баласын жақсы көрген адамдар. Айман көз жасын әрем ұстап отырды. Сәлеметсіз бе, Айман? Деді Сара күлімсіреп. Сәлеметсіздер ме? Біз сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Айман үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін ғана сөйлей алды. Мен сіздерге өмір бойы алғыс айттым. Баламды аман өсірдіңіздер. Сараның да көзіне жас келді. Ол біздің өміріміздің ең үлкен бақыты болды. София экранға жақындады. Сіз шынымен біздің ағамыздың анасысыз ба? Айман жымиып басын изеді. Иә. Онда сіз де біздің анамыз сияқтысыз. Эмма бірден. Иә, бізде енді қазақстандық анамыз бар. Бәрі күліп жіберді. Айманның көзі тағы жасаурады. Өмірінде алғаш рет өзін бөтен сезінбеді. Бірнеше күннен кейін Джон тағы да анасына ұсыныс айтты. Анашым, иә, мен шындап айтып тұрмын. Менімен бірге Америкаға жүрміз. Қонаққа емес, тұруға. Айман ұзақ үнсіз отырды. Сосын үйдің ішіне көз жүгіртті. Бұл үйде оның жастық өткен. Бұл үйде ол жылағаған. Бұл үйде 20 жыл бойы ұлын күткен. Бірақ дәл осы үй оның барлық қайғысында еске салатын. Менің жасым 50-ге келді. Жаңа өмір бастауға кеш емес пе? Джон күлімсіреді. Біз кездесуге 20 жыл кешіккен жоқпыз ғой. Онда жаңа өмір бастауға да кеш емес. Бірнеше айдан кейін барлық құжаттар дайын болды. Айман алғаш рет өмірінде мұхиттың ар жағына ұшқалы тұрды. Алматы әуежайында тұрған кезде оның көзіне жас келді. Қорқып тұрсыз ба? Деді Джон. Аздап. Мен қасыңыздамын. Білемін, балам. Ұшақ көкке көтерілді. Айман терезеден төмендегі Қазақстанға ұзақ қарап отырды. Жүрегінде өкініштен гөрі үміт көп еді. Өйткені 20 жыл бұрын айырылған қан баласы қазір жанында отыр. Америкаға келген күні әуежайда үлкен тосын сый күтіп тұрды. Майкл, Сара, Эмма, София. Барлығы қолдарына гүл ұстап қарсы алды.
София бірінші болып жүгіріп келді. Қазақстаннан келген анамыз келді. Эмма да құшақтап алды. Айман күліп тұрып жылады. Ал Сара келіп, оны құшақтады. Қош келдіңіз. Енді сіз жалғыз емессіз. Айман алғаш рет өзін толық бақытты сезінді. 20 жыл бойы жоғалттым деп ойлаған ұлы ғана емес, үлкен отбасы тапқан еді. Ал алда оларды тағы бір ерекше күн күтіп тұрды. Джон екі анасын бір дастархан басына отырғызып, өміріндегі ең маңызды сөзін айтпақ болатын. Арада бірнеше жыл өтті. Айман Америкаға келгеннен кейін өмірі мүлде өзгерді. Алғашқы кезде бәрі оған таңсық болды. Басқа ел, басқа тіл, басқа өмір. Бірақ ең бастысы, ол жалғыз емес еді. Жанында ұлы бар. Жанында оны өз туған анасындай қабылдаған Сара мен Майкл бар. Эмма мен София да күн сайын: «Анашым, бүгін қайда барамыз? Анашым, қазақша мына сөз қалай айтылады?» деп айнаушықтап жүретін. Айман кейде осын бәрі түс сияқты көрінетін. Өйткені 20 жыл бойы жоғалттым деп ойлаған ұлы қазір күн сайын жанында жүр. Джон университетті үздік аяқтады. Оқу бітірген күні үлкен залда диплом алып тұрған ұлына қарап, Айман көз жасын тия алмады. Ол кезде Сара да, Майкл да, қарындастары да қасында отырды. Сахнадан түскен Джон ең алдымен екі анасына келді. Бір қолмен Сараны құшақтады, екінші қолмен Айманды құшақтады. «Менің бүгінгі жетістігін екеуміздің арқаларыңызда». Сара мен Айман бір-біріне қарап жымиды. Екеуі де жылады, бірақ бұл жолы қуаныштың жасы еді. Университеттен кейін Джон ірі технологиялық компанияға жұмысқа орналасты. Аз уақыттың ішінде жақсы маман ретінде танылды, жалақысы жоғары болды, өз үйін сатып алды. Сол үйдің ең жарық бөлмесін анасына арнады. Айман алғашында: «Балам, мен бөлек тұрайын» дейтін. Ал Джон күліп: «20 жыл күткеннен кейін енді ешқайда жібермеймін» дейтін. Бір күні кешкі ас үстінде бәрі дастархан басына жиналды. Қазақша бауырсақ та бар, америкалық тағамдар да бар. Екі мәдениет бір шаңырақтың астында тоғысқандай. Сол кезде Майкл орнынан тұрып: «Мен бір нәрсе айтқым келеді» деді. Бәрі оған қарады. 20 жыл бұрын Қазақстанда барып, кішкентай баланы алып қайттық. Ол біздің өмірімізді өзгертті. Біз оған отбасы бердік деп ойладық. Бірақ шын мәнінде ол бізге отбасы сыйлады. Үстел басында үнсіздік орнады. Айман көз жасын сүртті. Джон әкесін құшақтап алды. Сол түні Айман терезенің алдында ұзақ отырды. Аспандағы жұлдыздарға қарады. Жүрегінде бұрынғы өкініш жоқ еді. Өзін кешірген, өмірін қайта бастаған, баласын тапқан, бақытын тапқан. 20 жыл бойы жоғалттым деп ойлаған тағдырын қайта тапқан. Сол кезде Джон жанына келді. «Не ойлап отырсыз?» Айман күлімсіреді. «Бұрын мен өзімді ең бақытсыз анам деп ойлайтынмын. Ал қазірше?» Айман ұлының қолынан ұстап: «Қазір мен өзімді ең бақытты анам деп ойлаймын, балам». Джон анасын құшақтады. Ал олардың артында жаңа өмір басталып жатқан еді. Кейде тағдыр адамдарды ажыратады. Бірақ егер жүректе үміт өлмесе, жылдар өтсе де, мұхиттар бөлсе де, тағдыр оларды қайта табыстырады. Құрметті тыңдарман, әңгіме сізге ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз бұл оқиғадағы қай кейіпкерге көбірек жанашыр болдыңыз? Айманға ма, әлде Джонға ма? Пікірге жазып кетіңіз. Осындай әсерлі тағдырлы әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнамызға міндетті түрде жазылыңыз.